Сәлем достар, бізде бүгін Pinduoduo сайтынан келген заттарға распаковка. Бізде бүгін осындай міне 2 посылка келді, тағы да распаковкаларды күтіп отырмыз. Көрсететін боламын. Ал бісміллә деп ашып көрейік. Бұл біздің бірінші рет алып тұрған посылкамыз. Өтімізге де қызық болып тұр. Ұзақ күттік, шынымды айтсам. Себебі каргомыз кішкене кешігіп келді, 20 күндей. Негізі бір жеті 15 күннің арасында келеді деген. Сонымен бірінші біздің товарымыз ол осындай ланчбэк дейтіндей жұмысқа тамақ алып баратын сумка. Жолдасыма заказ берген. Қазір ашып көреміз бірге. Осының үлкен размері және де осындай осы үлкен размері, бұдан да кішкентай. Осының жартысында кішкентай размері болған. Мен үлкен размерін заказ берген. Қазір бірге ашып көреміз. Вау! Шынымен де мен күткенімнен жақсы болып шықты. Мен бұрын негізі Taobao'дан зат алған опытым бар. Кейде ожидание реальность өте алшақтап кетеді. Мынау дейтін енді прям вау, эффект болып тұр өзіме. Қараңыздар, қандай күшті ручкасы и ішінде мындай жылты термостатигі бар. Яғни бұл ішінде тамақтың жылуын сақтап тұратын осындай термосумка екен. Объемный, өте үлкен объем. Камерадан көрсетейін. Қалай болады екен істейді. Көрініп тұрса. Осындай үлкен. Мына жері көлемі мына жерінде А4-ден үлкен болатын шығар. Кәсін А4 парақпен өлшеп көрсетейін сіздерге. Жаңа қараңыздар. А4 парақ и осындай көлемді сумка. И мына жағы табаны тоже осындай өте көлемді екен. Ішіне жаңа контейнер дайындап алмаппын. Салып сразу көрсететін. В общем, сіздер түсінді деп ойлаймын. Суретте оның мына жерінде қалтасы болған сотка салатын. В принципе, ол тамақ салатын пакетке ондай қалта керек емес сияқты. Но керемет өзіме қатты ұнады. Осылай замогы бар екен. Осылай жауып алады. И күшті осының алдында мен жолдасыма тамақты крафт пакетке салып беріп жүргенбіз. Крафт пакеттен қағаз пакет, все равно ол практично емес, мынау многоразовый сондай күшті. Өтіме қатты ұнады. Рахмет саған, Pinduoduo. Бұл сонымен бірінші біздің затымыз. Енді бісміллә деп екінші затымызды ашып көрейік. Мен кейбір заттарды артық количествомен алдым. Өзім группаларым, қыздарым бар, көршілерім бар. Размер келмей қалса, арқам сатып жіберермін деген арам оймен. Қазір көреміз. В общем, 2 пакетке упаковка епті. Хотя бұл сынатын зат емес. Мен сізге айтайын. Бұл посылкада пока емес пластик заттар жоқ. Келесі посылкада бізде ойыншықтар бар, сосын наклейкілер бар, кітаптар бар. Алдыңғы посылкаларда біраз сондай қызық заттарды әдейі видео түсірейін деп сондай заказ бердім. Олар келгесін міндетті түрде түсіріп көрсетем. Каналдан алшақтамаңыздар. Қараңыздар, мына жерде 3 штук осындай әйел адамдарға арналған бұл лосиналар. Сізге қалай көрініп тұр ма? Камерамды бір тексеріп жүрейін. Осындай серый цветтен алғым. Размерлері, по-моему, бұлардың стандарт жүреді. Шынымды айтсам, ұмытып қалдым, біраз болды. Келгеніне қазір қарап жібердім. Осында ешқай жеріне размер жазылмапты.
материал енді ана анпакинг жасап жатқан қыздардікі. Ой, супер күшті материал деп жатқан кезінде мен онша сенбейтін едім. Өзінің товарларына реклама жасағысы келіп жатқан қыздар шығар деп. Но мына жерде енді кәдімгідей күшті екен материал деген. Ожидание и реальность болып қалды ғой шынымен де. Қараңыздар қандай күшті тігістері, ана суреттегідей прям іші мындай эластик. И на ощупь тоже приятный екен. Керемет. Сонымен бұл екі посылкам да менің ойымнан шықты. Сондықтан да Pinduodo'ға не дейміз? Pinduodo'ға рахмет айтамыз. Себебі қолжетімді бағада сондай керемет заттарды алып алдық. Тағы бір айта кететін жайт, біз Pinduodo'ны ешқандай бір курстан немесе бірдеңе сабақ сатып алып оқыған жоқпыз. Өзіміз тегін ютубтан жолдасым қарап, каргоға тіркеп сөйтіп берді. Содан заказ беріп, не қызығын көріп отырмыз. Біздермен бірге болыңыздар. Тағы да осындай әдемі пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар.